Армысыз құрметті көрермен, тоғызқұмалақ зияткерлік ойыны туралы бағдарламалар циклының кезекті сабағын бастаймыз. Сіздермен бірге жүргізуші Айдос Сейтжан. Өткен сабағымызда тоғызқұмалақ ойынның маңызы, қандай тарихи тұлғалар ойнағаны, жүріс жасау ерекшеліктері мен құмалақ ұту ережелерімен таныстырдық. Бүгінгі сабағымызда тұздық ережесіне және оның маңызына тоқталамыз. Тоғызқұмалақ ойынында құмалақ ұтудан басқа бір рет отау ұтып алуға болады. Бұл ережені ойын терминологиясы бойынша тұздық деп атайды. Тұздыққа қалай ие болады? Тұздық алу үшін жүріс жасаған кезде қарсыластың екі құмалағы бар отауына таратқан құмалағыңыздың соңғысын түсіру керек. Сонда сол орындағы үш құмалақпен бірге отау да ұтып алынып, ойынның аяғына дейін сіздің меншігіңізге айналады. Тұздықты жазбаша түрде диаграммаларда X белгісімен белгілейді. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударсақ. Бұл диаграммада жүріс қостаушыдан. Ол нөмір 7-ші отаудағы 10 құмалағын тарату арқылы соңғы құмалағын қарсыластың нөмір 7-ші отауына түсіріп, ондағы екі құмалақты үшеу етіп тұздық алуына болады. Тақтада төмендегі жағдай қалыптасады. Тұздықты алудың үш ерекшелігі бар. Біріншісі, тұздық ойында бір рет ғана алынады. Екіншісі, тұздық нөмір 9-шы отаудан ешқашан алынбайды. Үшіншісі, тұздық аттас немесе бірдей отаулардан алынбайды. Мәселен, қостаушы нөмір 7-ші отаудан тұздық алса, бастаушы ойын барысында қарсыластың нөмір 7-ші отауына тұздық жариялауға құқығы жоқ. Тоғызқұмалақ ойынында әр отаудың өзіндік аты бар. Бұл атаулар халқымыздың тұрмыс тіршілігіне сәйкес ойыншылардың көп жылғы тәжірибесіне негізделіп қойылған. Отау нөмірлері. Қазақша атауы. Нөмір 9-шы отау маңдай. Нөмір 8-ші отау көк мойын. Нөмір 7-ші отау қанды қақпан. Нөмір 6-ші отау бел басар. Нөмір 5-ші отау бел. Нөмір 4-ші отау ат sıратар. Нөмір 3-ші отау ат өтпес. Нөмір 2-ші отау тек тұрмас. Нөмір 1-ші отау арт. Тоғызқұмалақ ойынында тұздық маңызды рөл атқарады. Өйткені әр жүріс жасалған сайын тұздық алынған отауға түсетін құмалақтың барлығы сіздің қазаңызға салынып отырады. Тұздық алған ойыншы қосымша құмалақ ұтумен қатар қарсыластың қозғалыс белсенділігін шектейді. Қосымша отауға ие болу ойында үлкен артықшылық береді. Сонымен бүгінгі сабағымызда тоғызқұмалақ ойындағы тұздық ережесіне, оның маңызына және отау аттарына тоқталдық. Негізгі ақпараттарды бір қайталап еске түсіріп алсақ. Тұздық алу үшін жүріс жасаған кезде қарсыластың екі құмалағы бар отауына таратқан құмалағыңыздың соңғысын түсіру керек. Сонда сол отауда қалыптасқан үш құмалақпен бірге отау да ұтып алынып, ойынның аяғына дейін сіздің меншігіңізге айналады. Тұздық ережесінің үш ерекшелігі бар. Біріншісі, тұздық ойында бір рет қана алынады. Екіншісі, тұздық нөмір 9-шы отаудан ешқашан алынбайды. Үшіншісі, тұздық аттас немесе бірдей отаулардан алынбайды. Отау нөмірлері. Қазақша атауы. Нөмір 9-шы отау маңдай. Нөмір 8-ші отау көк мойын. Нөмір 7-ші отау қанды қақпан. Нөмір 6-ші отау бел басар. Нөмір 5-ші отау бел. Нөмір 4-ші отау ат sıратар. Нөмір 3-ші отау ат өтпес. Нөмір 2-ші отау тек тұрмас. Нөмір 1-ші отау арт. Осымен біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тоғызқұмалақ ойынның негіздері, ойынды жазып ойнау тәртібі, жүріс дәлдігін есептеу жолдары мен құмалақ ұтудың ерекшеліктеріне тоқталамыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.